Бәріңе сәлем, достар, қалдарың қалай? Осындай үлкен төсек бар еді, соның астын өзімше тазалай салайын деп едім. Мына біреу астындағысы деген ағаштары барлығы шашылып, мусор деген көп болып кетті. Шаң, мусор асты. Соңғы рет күзде тазалаған болатынмын. Үлкен болғаннан кейін жиі тазалай бермеймін. Көтеру де оңай емес. Матрасын алып, осындай темір ағаштарын көтеріп, пылесостап, шаңын сүртіп алдым. Достар, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Осындай қарапайым видеолар түсіріп салатын боламын. Полдарын бәрін сүртіп болғаннан кейін қайтадан орнына қойдық. Осындай көмекшілерім барда жұмыс тез бітеді екен. Осылай ағаштарын салдық. Екі ұлымды екі жағымдан жағаласып, мама мен де салайыншы деп осылай бітіріп тастадық. Одан кейін жаңағы матрасын сүйреп әкелдік. Матрасы деген ауыр екен. Осылай ұятта болса да ұлымды шақырып алдым. Ар жағынан итеріп тұр деп. Осылай жинап алдым да қайтадан төсектерін, көрпелерін төсеп қойдым. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.